Мына тұр андай тұрман да бір осындай үлкен кісілер болады ғой, кейбір мектептерде еңбек, бейнелеу сондай тән береді же. Апай, мына сіздің сабағыңызда бірде-бір бала келмеді менің сабағыма. Оны білмедім, оны Жанарат Дулатқызынан сұрау керек деп жүрінші. Мына тұр ана мектептегі орыс тіл пәнінен беретін апайлардың түрлері ма? Ол кісілер жылдың аяғы болсын, басы болсын, вообще әбіржімейді ғой, өстіп күшті болып жүре береді ғой. Вау, да вообще, да. 9 класста это, давайте, упражнение, деп қойып. Бұл енді жылдың аяғындағы ер мұғалімдердің түрлері осындай болып кетті қазір. Мектептегі ағайлардың түрлерінің бәрі осындай ма, көріңіздерші. Ешкім жақтырып жүрген жоқпыз қазір. 30 күн түсетін ақшаны да уже ойша жаратып, одан да қызық жоқ. Өстіп жүрміз қазір. Мынау андай тұр ма? Биыл пенсияға шығатын соңғы жылда, бірақ сонда да директорге кіріп, енді келесі жылда мен не істеймін үйде отқанда? Сабағымды бере берейін деп ше. Мынау мектептегі охранник ағайлардың түрлері ма? Осындай тұрады ғой, барлық оқушыны таниды да. Ерасыл, інің қайда? Болсай сабаққа кешіктің ғой. Мынау жетаның қыздары асықпайды ғой. Саламатсыз ба бай деп ше. Мынау мектепте буфет апайлардың балдары осындай ма түрлері? Еще өзі сол мектепте оқиды да, мамасына келіп тұр ма? Мама, курчик беріңізші. Мама, сникерді берсеңіз маған. Мынау физкультурадан беретін ағайлардың түрлері ма? Осындай серьезно болады ғой кейбіреулері. Бір қатарға тұрамыз. Кім форма кимеген деп ше. Ертең 9 майда көшеде осылай жүрсең, 40-50 жылғы аташылар ұрып өлтіреді зәрді ғой. Хай Гитлер.